Қымбатты Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Менің есім орынша, мен Асар баспана кооперативінің инвесторымын. Қазақта асар деп аталатын бір-біріне көмектесетін дәстүр бар. Оның волонтерлікпен ұштасатыны сөзсіз. Сондықтан келесі жылы осы дәстүрді заманға сай қайта жаңғырту керекпіз дегенсіз. Осыған орай Қазақстанда Асар баспана деп аталатын кооператив құрылған. Заңды түрде Қазақстанға тіркелген, салық комитетіне тіркелген. Міне осы Асар баспананың жұмыс жасағанына 2 жыл болды қазір. Осы 2 жылдың ішінде 23 жылдың аяғында АФМ жауып тастап тексерді. 1 жыл тексерді. 1 жыл тексергеннен кейін АФМ бұл Асар баспана ешқандай пирамида емес деп жіберген болатын. Содан бері біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Өте жақсы компания, бізге барлығымызға ұнап жүрегімізден шыққан компания. Бірақ 25 жылы осы қаңтар айынан бастап енді дер қызметкерлері ұстап, қазір біздің басшымыз Туғанбаев Нұрбол мырзамен және Ерлан мырза екеуі қамауда отыр. Және де осы Асар баспананың инвесторларының ақшасын дер қызметкерлері тәркілеп отыр. Осы Асар баспананың инвесторларының ақшасына алынған 13 автомобильді де дер қызметкерлері тәркілеп отыр. Енді Асар баспана ол ешқандай да пирамида емес. Асар баспана өнеркәсіптік сауда кәсіпорны. Бұл жерде біз адам шақырмаймыз. Бұл сетевой бизнес емес, пирамида болатын. Бұл жерде біз ақшамызды салып, дивиденд үлесімізді алу үшін, дивиденд дейді ғой, сол дивидендімізді алу үшін өзіміздің ақшамызды инвестор ретінде салғанбыз. Және сол салған ақшаларымызға қазір Асар баспананың жасаған жұмыстары қандай? Мысалы, тігін цехын ашты. Ол тігін цехына жұмысшылар қабылдады. Қанша адамға жұмыс берді. Және осы тігін цехында тігілген төсек жабдықтары өте сапасы, өте жоғары. Ол тігілген төсек жабдықтары Қазақстанның түкпір-түкпірінде орналасқан, 48 қаласында орналасқан офистарға жіберіледі. Онда 96 мың салымшы таласып тармасып сатып алады. Өйткені оның сапасы өте жоғары. Екіншіден, Асар баспанада өнер мектебі ашылған. Қазақстанның халқы қазір барлығы да кредитке батқан, жүнжіп кеткен, ақшасы жоқ, қарызы көп, үйі жоқ, күйі жоқ жүрген халық. Міне солардың балаларына, Асар баспанадағы жаңағы инвесторлардың балаларына тегін үйретеді. Өнер несі. Мысалы, домбыра үйретеді, пианино үйретеді, содан кейін жаңа скрипка үйретеді, ән салдыруды үйретеді, би билеуді үйретеді. Бұл жерде тек қана сол біздердің балаларымыз, немерелеріміз емес, үлкен кісілердің өздері де қазір әжелер ансамблі құрылған, ішінде жастар ансамблі құрылған. Осы ансамбльдер барып, қарттар үйіне қайырымдылық концерттерін беріп жүр. Одан бөтен былтыр паводке болған кезде жаңағы су алып, қанша адамдар зардап шеккен кезде, сол зардап шеккендерге Асар баспана ақшалай көмек берді. Көмек жіберді. Міне содан кейін қазір енді Қазақстанның кәсіпкерлері өздері келіп Асар баспанамен келісім шартқа отырып өз товарларын ұсынып жатыр. Біз Қазақстанның кәсіпкерлерін де қолдап жатырмыз. Мысалы, Талдықорған Мақсары май зауытынан майын аламыз. Біз сатып аламыз, асаршылар. Сол сияқты ет аламыз. Өскеменнің еттері келді. Еттері болғанда жаңа жылқының еті, сиырдың еті, қойдың еті. Міне соларды Асар арқылы алып отырмыз. Күріш алып отырмыз, ұн алып отырмыз, май алып отырмыз, бал алып отырмыз.
Сонымен қатар шетелден жаңағы машиналар әкеліп, автомобильдер әкеліп сатылып жатыр. Асардың өзінің дүкені бар. Алматыда Райымбек көшесінде. Енді қазір әрине жабық. Жаңа тігін цехында жабық, бұл да жабық. Біз енді оны бәрін ішіндегіні көрсететін, қазір енді барлығы опечатаны. Міне. Енді Асардың макарон цех ашылайын деп тұрған. Макарон цех ашылса, оған қанша жұмысшылар алынады, жұмыс орны болады. Бірақ мынау тексерудің нәтижесінде қазір олар ашылмай қалды. Асар такси ашылайын деп тұрған. Асар такси де ашылмай қалды. Міне ауыл бағдарламасы қолға алынып жатыр. Асардың алдына қойған жоспары өте көп. Бәрі халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған. Сонда бұның қай жері пирамида? Айтыңыздар. Біз инвестор болып ақша салдық. Не үшін салдық? Дивиденд алу үшін салдық. Міне сол дивиденд алу үшін салған ақшамызды тәркілеп отыр. Туғанбаевтың ақшасы деп жала жауып отыр. Ол Туғанбаевтың ақшасы емес, ол біздің инвесторлардың ақшасы. Енді қараңыз, қазір бұлай қарап тұрсаң, қызмет мынау өкіметпенен 96 салымшының арасында информациялық соғыс жүріп жатқан сияқты. Олай дейтін себебіміз не екен? Мысалы, Қазақстанда қазір көптеген компаниялар тексеріліп жатыр. Оның ішінде пирамидалар өте көп. Бірақ солардың бірде-біреуін мынау СМИ-дан ешқандай пирамида деп айтылмайды. Айтылмайды. Ал Асар баспананы күніге айтады. Не себепті айтады? Өйткені басқа компаниялар, олардың ақшасы шетелге кетіп қалған. Қазақстанда тұрған ақша жоқ. Ал Асар баспананың ақшасы көзді қыздырып Қазақстанда тұр. 13 автомобиль көзді қыздырып Қазақстанда тұр. Біз бұлай ойлаймыз. Соны жала жауып тартып алу үшін күніге информация беріп жатыр. Асар баспана пирамида деп ойлап отырмыз қазір. Сонан кейін бұлай деп айтады. СМИ-да Асар баспанада кілең кемпір шалдар кіріп, дым білмейтін кемпір шалдар алданып, ақшасынан айырылып отыр дейді. Ол тіптен де олай емес. Тіптен де олай емес. Бұл жерде Қазақстанның барлық ұлттары отыр, біріншіден. Екіншіден, мұғалімдер отыр, орыс қазақ мектебінде сабақ беретін. Мектеп директорлары отыр, осы жерде. Дәрігерлер отыр. Заң қызметкерлері отыр. Бізде заң қызметкерлері өте көп. Заң қызметкерлері, бұл Асар баспана пирамида болса, кірмейді өліп кетсе де. Өйткені олар заң қызметкерлері. Бұл өнеркәсіптік сауда кәсіпорны болғаннан кейін дивиденд аламыз деп кіріп отыр. Инженерлер отыр бұл жерде. Бұл жерде актерлар отыр, актрисалар отыр, музыканттар отыр, студенттер отыр. Бұл жерде поварлар отыр. Тағы кім дейін? Бүкіл ресторанның қызметкерлері отыр. Әншілер отыр, бишілер отыр. Жалғызбасты аналар отыр. Бала шағасы көп ата-аналар отыр. Қарызы бастан-астан жүнжіп кеткен адамдар отыр. Жалғызбасты аналар отыр. Жалғызбасты әкелер отыр. Ешқандай да тек қана кемпір шалы емес, бүкіл қазақстандықтар отыр. 96 мың адамның барлығы. Ешкім арыз жазған жоқ. Өйткені барлығымыз ризамыз Асар баспанаға. Бұндай проект әлемде жоқ. Әлемде жоқ. Бұл әлемді басқаратын компания болады. Жоқ әлде неліктен пирамида дейді? Мен түсінбеймін, өкімет. Жоқ әлде қазақстандықтар қарыздан құтылып, кредиттен құтылып, еңсесін көтеріп, жүнжіп кеткен қазақ еңсесін көтерген халық ұнамай ма? Бұл ешқандай пирамида емес. Қымбатты Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы мәселенің дұрыс шешілуін көңіл бөлсеңіз екен. Асар баспанадағы басшылары Туғанбаев Нұрбол Маратұлы мен Ерланның босатылуын сұраймыз. Инвесторлардың ақшасының қайтарылуын сұраймыз. Инвесторларға тиісті 13 машинаның қайтарылуын сұраймыз. Бұл жерде 12 адам машина алды 2 жылда, 2-ақ жылда. 50 мың теңге салып, 12 адам ақша алды. Машина алды.
ақша алды деппін ғой. Машина алды. 4 адам үй алды. 44 миллионнан үй алды. 4 адам. 10 миллион, 20 миллионнан емес. 44 миллионнан 4 бөлмелі, 3 бөлмелі үйден алды. Бала шағасы көп отбасылар. Міне, тағы 2 адам алайын деп тұрған. Егер мынау тәркіленбегенде, 2 адам қазір тағы да 14 адам алатын еді. Және тағы 1 адам үй алайын деп тұрған. Сонда 5 адам болатын еді. Қымбатты өкімет, асарлықтарды қолдаңыздар. Асарлықтардың ақшасын қайтарыңыздар. Енді митингке шықпа дейсіздер. Қалай шықпайсың мынандай митингке? Адамдар дегенің сол тапқан ақшасын бәлен жыл, 10 жыл, 20 жыл жинаған ақшалары, үй аламыз деп жинаған ақшасы тиындап, ол үйге жетпейтін болғасын, осыған салып, бұл жерде ақшаны көбейтіп алуға болады. Өткен дивиденд төлейді ай сайын. Ай сайын төлейді. Bir күн кешіккен емес. Дивидендіміз біздің бір күн кешіккен емес. 1 сағат кешіккен емес. Міне, осы айда салдыңыз ба, осы күні, осы сағат, осы минутта, осы секундта, келесі айда, тура сол күні, сол сағатта, сол секундта, сол минутта сіздің ақшаңыз түсіп тұрады, дивидендіңіз. Дивидендіңіз түсіп тұрады, және бүкіл салған ақшаңыз түсіп тұрады. Сіз бүкіл ақшаңызды түгел қайтарып шығарып алсаңыз болады. Ай сайын. Бұл жерде техничкалар отыр. 80 мың айлық алатын. Айына 80 мың айлық алады. 6-7 баласы бар. Квартирада тұрады. Солар 1,5 мың теңгеден ана алтын сандыққа салған. Білесіз ба? 10 мың теңгеден ана балға салған. Жаңа үлескер бол. Үлескер бол. Қарыз алып. Үлескер боламын мен де деп ақшамды көбейтейін деп. 10 мың теңгені зорға жинап салған. Ол жерде 5 мың теңгеде салғандар бар. Ақшасы жоқтар. Ал енді сол кісілердің тиындап жинаған ақшасын тәркілеген осы дұрыс па? Қандай заңға сәйкес келеді бұл? Халықтың тиындап жинаған ақшасын тәркілеуге қандай заңда жазылған? Инвесторлардың ақшасын.